Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Бейімбет Майлин ел сыры жинағынан Зәуре қыздың некесі деген әңгімесін оқып беремін. Қазақ тілді контентті қолдап каналыма жазылыңыздар. Зәуре қыздың некесі. Алыстың ұлы Әбіш Ақсақалдың пайғамбар жасына келгенде бір қынжылғаны 16-ға келген пісіп отырған Зәуре қыздың жесір қалғандығы болады. Әбіштің жасы 60-та. Ертеректе алған екі қатыны кәрінгендей мыжырайып, көзге қораш көрінеді. Кәрі кемпірмен салыстырғанда 16-дағы қыз жұмақтың қор қызымен бір емес пе? Әттең, жас болсам, Зәуре қызды құшақтасам деп арман қылғанда Әбіш Ақсақал оқып отырған намазынан да жаңылады. Шіркін қазақшылықтың пайдалы да жері бар, пайдасы да жер бар. 16-дағы Зәурені 60-қа келген Әбіш алса, қазақшылық заңы мұны көтереді. Бірақ Зәуре мен Әбіштің арасында қазақшылық көзмен қарағанда керте секілді бір жұмыс бар. Зәуре Әбіштің келіні, келін болғанда баласына да айттырған келіні. Әбіш Ақсақалдың екі қатында бірдей тусырап кетеді. Баласыз отыруды ерсі көріп, Ділдебек деген інісінің баласын асырап алған. Зәуре соған айттырылған қыз. Алайын деп отырғанда асыранды бала өліп қалған. Енді Зәуре жесір. Оны кімге атастыру керек? Атастырмаса, баяғы берген малы кетпекші ме? Әбіш Ақсақал ептеп молдаларды жағалайды. Шариғат ағып жатқан бұлақ емес пе? Шөлдеп келген әбекеңдердің сусыны қану керек қой. Молдекең сақалды бірер сипап алып, сот араласпаған болса, алуға болады дейді. 1925 жылы май ішінде Тұрған уезіндегі Арық бақсы деген жерде той болып, бұрынғы қалыңның үстіне жаңадан 10 қара үстеліп, бұрандаған Зәуре қыз көзінің жасын сүрте түсіп, әбекеңнің қойнына кіретте кетеді. Ағайын бірде тату болса, бірде араз. Араздасса атасын даямайды. Әбекеңді де араз кісілер айналдырама қалай. Сот орындарынан шақыруға қағаз шығады. Ойбай, енді қайтем? Дос шаралары закон үйретеді. Бұрынғы екі қатынымды айырдым қылып, болыстың кенегесіне тіркет. Жаңа қағазды 25 жылғыдан ары қылып ал деседі. Сары торғай болысындағы 3 ауыл кеңес ағасы Сауғабай, ұлы әбекеңе мейірім көзмен қарап, 23 жылға ауылнай сағындық беркінді, ұлының қолын қойып қағаз береді. Қағазды дұрыстап алған соң әбекем миығынан күледі. Шіркіндігін білген, есебін тапса оңай екен ғой. Бурыл сақалын сипай түсіп, бұрылып тұрған Зәуреге іріңді көзін қадайды. Ай, тоқал, төсек сал дейді. Төсек салынар ғой, кім жатады? 60-қа келген Әбіш жатады. Сонсын 16-дағы Зәуре жатады. Шалдың қыңқылын, Зәурештің жылаған сұңқылын естіп, сыртта жүріп Бақтыбай қойшы өлең айтады. Бақтыбай Зәурені аяйды. Елім рашыл ғой. Әсіресе байлар жағы Әбіш Ақсақалдың сотқа ілікпегеніне мәз болысады. Ақсақалды қорғаған ауылнайды жігіт екен деп мақтасады. Бірақ байлардан мақтау алғанмен кеңес тұсындағы ауылнайға мұндай істің жолсыз екендігін сезетін болса керек. Сотқа ілігіп қалмаса игі еді деп соңғы кезде қыпылдап жүр дейді. Көп ойланғандықтан да болатын шығар. Әбішке басып берген қара мөр көз ілінді десе бедірейіп алдына келеді. Ағаяқ тартқан үштік цифрдың арасынан түрменің шытырман терезесі көрінген секілді болады. Кейде қылышын салақтатып милиция жетіп келгендей болады.